Башаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және де қазіргі хит торттардың бірі трайфл тортын жасаймыз. Алдымен трайфл тортының бисквитін жасауға кірісеміз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, аппақ боп көпіршігенше жақсылап миксерлейміз. Сіздердің жұмыртқаларыңыз өзінің формасынан 2 есе ұлғаю қажет. Содан соң ұнымызды, разрыхлителімізді және де какаомызды қосып, оны да біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң ыстық сүтімізге сұйық майымызды қосып, оны да қамырымызға қосамыз. Содан соң біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, духовкамызда 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Енді біз кремін жасауға кірісеміз. Сүтімізді ысытуға газге қойып қоямыз. Содан соң 3 жұмыртқаның сарысына қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң крахмалымызды қосамыз. Оны да біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ысып тұрған сүтімізді үстінен құйып, біркелкі болғанша араластырып, қайтадан кастрюлемізге құйып, баяу отта қою масса болғанша араластырып тұрамыз. Міндетті түрде жиі араластырып тұрыңыздар, себебі сіздердің кремдеріңіз астына жабысып қалуы мүмкін. Содан соң сары майымызды қосып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға түсіріп, суығанша қойып қоямыз. Енді сливкиімізді воздушный болып қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің сливкиіміз қою болып шықты. Енді біздің заварной кремімізде салқын күйінде бір рет миксерлеп аламыз. Одан соң біздің сливкиімізге аздап-аздап қосып, жоғарыдан төмен қарай араластырып отырамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды, себебі біздің сливкиіміздің басылып қалуы мүмкін. Сол себептен де аздап-аздап қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Енді піскен бисквитімізді салқын күйінше бөліктерге бөліп, блендермен ұнтақтап шығамыз. Блендермен ұнтақтап алдық. Оны ыдыстарға теңдей бөлікте бөліп шығамыз. Бұл мендегі рецепт 3 мынандай ыдысқа кетті. Пластмасса ыдыста 3 болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша ыдыстар пайдалансаңыздар болады, бірақ бұл 3 трайфлыға жетеді. Мұны барлығын ыдысқа жайғастырып болдым. Енді үстінен кремін, жаңағы дайындаған кремімізді құйып шығамыз. Үшеуіне бірдей қылып, барлығын құйып шығамыз. Енді бетіндегі ганашын жасауға кірісеміз. Сливкиімізге қара шоколадымызды және де сары майымызды қосып, водяной баняда ертіп аламыз. Оны салқын күйінде креміміздің үстіне құйып шығамыз. Сіздердің ганаштарыңыз ыстық болып қалмасын, себебі креміміз еріп кетуі мүмкін. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады, жеміс-жидектермен. Осымен біздің трайфлымыз дайын болды. Башаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді. Сіздермен болған Айжан.